Şegi şeti болады. Biz бұл мәселені орнына қою үшін және бүкіл елдің пікірін топтау үшін парламентке баруымыз керек. Ал енді бүгінгі газеттерден де көрдім, ойбай шақырып сол алдауға түсіп жатыр, яғни сол ұлтты сақтау үшін билікке бару керек екен деген пікір айтады. Ал енді қазіргі кезеңде елдік ұлттық мүддені айтатын жер парламент емес пе? Ал егер ол жерге барсақ, біз көп мәселені орнына қоямыз. Кезінде мен бұдан бұрынғы 2004 жылы депутаттық сайлауға түскенмін. Сонда 63 рет мәлімдеме жасаған екен. Талай үлкен проблемаларды алға шығардық. Біраз мәселені шештік те. Конституциялық кеңесті де өзімізге қарай тарттық. Кейбір үлкен мәселелерді дұрыс шешім табуына жәрдем берді. Ал енді бүгіндегі парламенттерді адамдар аузынан су толтырып алғанда ендемейді ол. Бұны кейін барлығы бір-ақ партияның өкілдері. Соны кейін қазіргі кезеңде сайлау системасын түгелдей өзгерту керек. Себебі билік кімді қаласа соны өткізеді. Сайлау жүйесі ойыншыққа айналған. Мына қайбір жылы сол кезеңде өткен сайлаудың соңында бір жігіт келді. Соның ауылында 482 адам оппозицияны қолдап дауыс берген екен. Соның екеуін ғана қалдырды да 480-ін билік партиясының бұрып кетті. Міне осындай шаралар тағы да қолданады. Әділдік деген жоқ. Сондықтан мынау сайлау системасын өзгертуге жақында мәлімдеме жасаймыз. Барлық партиялардың өкілдері сол сайлау комиссияның арасында болу керек. Әйтпесе ешқандай әділдік болмайды. Тек ғана Отан партиясының Сүнікөйін жаңағы Ақжол партиясының өкілдері ғана болады. Сүнікөйін тағы да бір-екі биліктің түгілейін мұртымен шөткілеп жүрген партиялар, аты бар, заты жоқ партиялар орналады. Сондықтан біз елімізде осы сайлауда демократияның ең болмаса ұшқынын алға шығаруымыз керек. Онсыз біз ел болудан, ұлт болудан қаламыз. Ал енді мұны келесі өтті. Мұнда Сержан Мәмбетәлін жалғастасын. Ассалаумағалейкум. Бүгін тағы бір әйгілі саясаткер, қазақтың жанашыры, азамат Уәлихан Қайсаров осы конференцияға қатысуға ойымен келген, бірақ осы қолайсыз ауа-райға байланысты Астанаға келе алмады. Бірақ оның кезінде жасыратын ештеңе жоқ, ол менің досым, бірге Кемекте оқыдық. Оның кезінде Абырой деген Қазақстан әлеуметтік қорғау партиясын бастап 2005 жылдан әлі тіркелмей жүрген партия бүгін осы халық рухымен руханиятқа қосылып осындай оймен келейін деп еді. Бірақ бүгін Мұхтар Тайжан тағы бір қазақтың жанашыры, азамат Болатхан Тайжан марқұмның баласы бүгін біздің тізімізге қосылып, ертең Құда қаласа сайлауға қатысамыз. Жасыратын ештеңе жоқ, ол біз мен қазір шын айтайын сіздерге. Мен артында ешқандай билік жоқ.
ешқандай қашып қалған олигархтар ешкім жоқ. Сондықтан менің бір ойым келгенде осы партия құрғанда экология жағдайын қарап тұру, осы Каспий теңізін құтқару, халықаралық гидролог банкі орнату қарсы шығуға осындай партия шынымен жасында партия құрайын деп еді. Бірақ руханият партия болған соң біздің партияның ішінде екі бағытымыз бар еді. Бірінші экология, қоршаған ортаны сақтау, екінші осы руханият жағынан қазақтардың құндылықтарды, қазақ тілін сақтау, мәдениет, салт дәстүрлері. Бірақ қазір қарағанда осы экология жағынан апаттар өте қиын, өте күрделі. Бірақ бүгін ең маңызды мәселе болып жатыр екі. Осы бірінші қазақ тілі, екінші біздің тәуелсіздігін сақтау. Қазір осы келген одаққа кіріп жатырмыз, Евразиялық кеңістікке кіріп жатырмыз. Бірақ бір қызығы осы бүгінгі аталған оппозиция, ОСДП, алға, ол осы екі мәселені олар бүгінгі биліктен ортақ тіл таппай тұр. Олар ешқашан біздің осы қазақ тіл мәселені қолдамайды. Сондықтан біз айтып отырмыз, руханият партия бүгіннен бастап болашаққа осы қазақтың халқының қамын ойлайтын партия болсын. Біздің мүддеміз тек қана халықты ойлау, қазақтарды ойлау, қарапайым ауылдағы халықты. Сондықтан осы руханият партияның тізімі арқылы жоқ, қазақтар айтқанда орыстарды, кореецтерді, басқалар ұлттарды мен қазақтар деймін. Себебі біз қазақстандық ұлттық бізде жоқ. Сондықтан руханият партияның тізімі арқылы менің арманым, менің мақсатым біздің әйгілі қазақтардың жанашырлар, ұлтшылдар, ұлтжандар кіріп, осы мәселені көтеріп, біртіндеп заңдарды өзгертіп. Осы мысалы Жаңаөзенде тұрған Ереуілде мұнайшылар, оның себебі не? Оның билік істегені, бірақ билік өз осы қарапайым мұнайшылармен ортақ тіл таппай, биліктің ішінде қазір беделді адам жоқтығынан осындай қазір қақтығыс болып жатыр. Сондықтан біз кіріп, осы жауапкершіліктің мойнында парламентке кіріп, оны бәрін реттейміз.